сіздермен кездескеніме өте қуаныштымын. Балақайлар, сабақтарың жақсы ма? Қалдарың жақсы ма? Бүгін біздің студияда қонақта Сұлтан. Менің атым Сұлтан. Менің жасым 7-де. Бүгін біз осы конструкторды ашамыз. Сұлтан, бұл ойыншықты саған кім сыйға тартты? Папам. Өте тосын сыйлық екен, е? Өзің үйіңде ашып ойнадың ғой, е? Құрастырдың ғой. Не шығатынын білесің, е? Біздің көрермендер, кішкентай балалар білмейді. Тіпті мен де білмеймін, е? Бізге құрастыруды көмектесесің ғой, е? Ал балақайлар, біз Сұлтан екенбіз. Құрастырма қорапта ойыншықтардан не шығатынын көреміз. Бұдан қандай ойыншықтар құрастыратынын көрейік, е? Сұлтан бізге көмектеседі. Өйткені Сұлтан құрастырған. Ашайық. Мұнда түрлі көзді жауын алатын неше түрлі ішіндегі құрастырма тетіктері бар екен. Әрқайсысы әртүрлі пакетке салынған, е? Мынаны бәрі құрастырғанға қанша уақыт кетті, Сұлтан? Қиын болған жоқ па құрастыру? Қиын болған жоқ Сұлтанға, е? Өйткені балалар, сіздерге бір ойынның шартын, құпиясын айта кетейін. Мына қораптың ішінде мынандай көріп отырғандай кітапша бар. Егер бұрын соңды ойыншық құрастырмасаңыздар, ешқандай мына кітапшаны ашқан кезде қараңыздар, қалай құрастыру керек тетіктерді. Бәрі кескіндеме сурет арқылы рет-ретімен жазылған. Қараңыздар, бірінші, екінші, үшінші бұлай құрастырасыз. Міне, құрастырманы құрастырудың ешқандай қиыншылығы жоқ. Оны Сұлтан да айтып тұр. Екіншіден Сұлтаннан басқа сіздер көмекші мына кітапша. Қараңыздар, бірінші мына тетікті табасыздар. Міне осылай құрастырасыздар. Екінші қандай тетікті іздейсіздер? Ол екінші суреттемеде көрсетілген. Одан кейін әрі қарай үшінші, төртінші, бесінші, әрі қарай кете бересіз. Төртінші, үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы реттік сан бойынша мына тетіктерді пакетке шығарып құрастырасыздар. Соңынан мынандай танкі су көлігін болып шығады. Әрмен қарай қараңыздар. 7, 8 нөмірленген көрдіңіздер ғой, 9-шы. Сонымен бірінші пакеттегі ойыншықтың соңында мынандай танк сияқты қылмыскер, қателеспесем. Сұлтан солай ғой, 8-ші сан, 9-шы сан бәрін рет-ретіне құрастырғанда ең соңынан мынандай әдемі су қайығы құрастырылып шығарады. Әрмен қарай келесі пакетте ойыншықтарды шашасыздар. Қараңыздар. Және бірінші суреттегі сияқты бірінші, екінші, үшінші. Қараңыздар. Рет-ретімен 4-ші, 5-ші, 6-шы, 7-ші, 8-ші нөмірдегі ойыншықтардың бәрін жинап құрастырған кезде ең соңынан мынандай әдемі көлік шығады. Ары қарай кеттік. Мұнда қызықтың көкесі осында екен ғой, Ары қарай тоқтамай балалар құрастыра берсеңдер. Су көлігі, полиция көлігі көрдіңіздер ме? Мына жерде қылмыскер. Тіпті қараңыз, тікұшаққа дейін полицияның бекетіне дейін құрастыруға болады екен. Ойыншықтардың бәрін рет-ретімен ұқыпты мұқият жинасаңыздар, балалар, қараңыздаршы, қандай әдемі тікұшақ жасалынып шығады екен құрастырма арқылы. Балалар, енді су көлігі қоятын, тікұшақ қоятын, полицейлер жұмыс істейтін бір бекет болар қой. Сол бекетті де
ойын құрастырушылар ұйымдастырып қойған екен. Қараңыздар, әрмен қарай кете берсеңіздер, құрастырып, осы тетіктердің бәрін рет-ретімен, сан-сан бойынша асықпай, мұқият, өте зерек құрастырсаңыздар, қараңыздар. Мына бетті парақтай берсек, соңынан біртін келе, біртіндеп келе, мына жерге келгенде әйнектер саласыздар, 2 қабатты, 3 қабатты полиция бекеті құрастырып. Ең соңында кітапшаның соңғы бетінде көрсетілгендей әйнектелген 1, 2, 3 қабатты төбесінде тікұшақ қонатын алаңқайы бар полицей бекеті құрастырылады. 3 қабатты полицей бекеті құрастырылады. Қараңыздар, қандай әдемі тікұшақ. Жаңа мен көрдік қой. Енді міне Сұлтан екеуміз ойыншықтардың бәрін құрастырып бітірдік. Енді бұл тікұшақты қайда қондырамыз, Сұлтан? Мұнда. Міне полицей бекеті көрдіңіздер. Полицей бекетінің үстінде арнайы тікұшақ қонатын әуежай тұрағы бар. Көрдіңіздер ғой. Өте әдемі, міне 3 қабатты әйнектелген полицейдің. Құрметті балақайлар, сүйкімді бүлдіршіндер, біз Сұлтан екеуміз ойыншықты ашып, құрастырманың бәрін құрастырдық. Білгілеріңіз келе ме? Қандай ойын құрастырдық? Енді бір ұсақ түйек шаруалар ғана қалды. Міне көріп отырғандай 3 қабатты полиция бекеті, тікұшақтың тұрағы. Қараңыздар. Адамы қашып бара жатқан. Міне біз Сұлтан екеуміз құрастырған шеберліктің мектебі осы. Қораптан шыққан ойыншықтарды құрастырдық. Міне 3 қабатты әйнекті, әдемі, зәулім полицей бекеті және тікұшақ қонатын тұрақ. Көрдіңіздер, декорацияны жасамапты қосылды. Қараңыздар, астында су кемесі тұрады, міне су кемесін тұратын орын, үстінде тікұшақ тұратын орын. Мына жерде полиция қызметкерлері отырады, құқық қорғау органдары. Ал астында қылмыскерлер қамауда отырады. Олар шығып кетті. Мені шығарайын деп тұр. Мұхиттың тыныштығын қорғайды. Ал мына қылмыскерлер не үшін ұсталды дейсіздер ме? Бұлар заңсыз судан балық аулаған. Егер мына полиция аумағына қауіпті адамдар кіріп кетсе, мынау белгі береді екен, дыбыс шығарады. Мынау қоршалған аймақ қой, бақылаудағы. Яғни полицейлердің алаңына ешкім кірмейді. Бұл полиция қызметкерлерінің жұмысын білесіңдер ғой, балалар, су тыныштығын қорғайды. Ал мына қылмыскерлер қамауда жатқан. Бұлар не істеді дейсіздер ме? Бұлар заңсыз балықтарды аулаған, шекарадан асып кетпек болған. Солай ғой, Сұлтан, е? Мынау антенна біліп қойып оларды белгі берді компьютерді. Сосын не істеді? Полиция өкілдері шұғыл жиналды, дайындалып. Қылмыскерді іздеуге су бетіне шықты, су кемесімен, солай ғой? Көрдіңдер ме? Қандай заманауи су көлігі полицейлердің. Олар қарсы бара жатыр. Моторлы қайықпен,